құрылымы да, егер былай жаңа цепочкамен келетін болсақ, тізбекпен келетін болсақ, Аль-Каидадан басталады, одан кейін құрылған Жабхатун Нусра, исламское государство, ИГИЛ бар, одан кейін жаңа түрлі жамағаттар, тармақтар бөлініп кете береді да. И соның ішінде бізге біреу ғана тыйым салынған болуы мүмкін, діни экстремистік ұйым деп немесе жалпы, иә. Ал бірақ қалғандарына тыйым салынбаса, біздегі кейбір азаматтар соларды ұстануға болады екен деген пікір бар екен да. Ал біз оны ұстануға болмайды десек, дәлел дейді. Дәлелмен біз алып барамыз тізбекпен Аль-Каидаға, мысалға жаңағы жамағат ихуан дейді салады, иә, бір атау. Оған запрет салады бір мемлекет. Сөйтті олар жаңа Раббани ихуан немесе Мужахидин ихуан деп ауыстыра салады. Яғни олардың атауларын өзгерту өте оңай. Бірақ атауына қарап емес, біз олардың істеп жатқан деятельность дейді, жұмыстарына қарап баға береміз, соған қарай біз оларды анықтай аламыз. Атаулар әртүрлі, бірақ олар бір мақсат, бір мүдде жихадқа шақыруда, жихадты насихаттау. Бұлардың әрқайсысының өзінің бөлінген территориялары бар. Бір-бірімен араластырмайды. Мысалы айтайық, Катиба Таухид валь Жихад Орта Азияның Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан азаматтарына уағыз жүргізеді. Игі вилаят Хорасан деген жол жаңағы Түркменстанға, Тәжікстанға, Чеченстан деген сияқты мемлекеттерге уағыз жүргізеді. Айтып жатқан уағыздарының сол мемлекеттің ішіндегі саяси, діни мәселелерді терең талқылай отырып, терең біле отырып насихат жүргізеді. Ішіңізде сұрақ бар ма? Жергілікті имамдарға, теолог мамандарға жүгінсеңіздер деп айтамыз. Себебі бір сұрақ қою арқылы екінші сұрақтың мәселесі туындайды. Ары қарай кетіп жаңағындай ақида фиқ мәселесінде, одан кейін жихад мәселесі ашық айтылып кетуі әбден мүмкін.